біздің Тимурға риза болып отыр. Тимур негізі уақытында үйленді ағайын. Мен өзім кеш үйлендім, асқан жоқпын. Неге дейсіздер? Қазақта мақал бар: 50-ге дейін үйленбеген еркек бозбала, 40-қа дейін бала таппаған әйел қыз бала дейді екен ғой жағы. Сосын асықпай жүрдім. Содан бір күні әкем шақырып алды, айтты: "Әй балам, ертерек үйлен" деді. Не болып қалды десек, балам ертерек үйлен. Бауыржан Момышұлы айтқан: "Суырылмаған алмас қылышты тот басады, қылышыңды тот баспай тұрғанда үйленсейші балам" деді жағы. Сосын мен асықпай жүрдім. Содан бір күні әкем шақырып алды, айтты: "Ай балам, биыл біреудің әйелін тартып алсаң да үйлен енді" деді жаңағы. Сосын мен әкем айттым: "Әке, олай болмайды. Орыстар айтады ғой, на чужом горе счастье не построишь" деп. Қасымда үйленгеніне 5 жыл болған құрдасым отырған. Сол айтып қояды: "Алмас, возьми мое горе" деп әйелін көрсетіп қояды жаңағы. Сосын енді әкемнен сұрап жатырмын: "Әке, қайсысы дұрыс, үйленейін ба, үйленбейін ба" деп. Әкем айтады: "Өзің біл балам, бәрібір өкінесің" деп қояды жаңағы. Сосын енді әкемнен сұрап жатырмын: "Әйелдің қандайын алайын, өзінен үлкенін алайын ба, кішісін алайын ба" деп. Әкем айтады: "Өзіңнен жасы үлкенін алсаң, қартайды деп аяп жүресің. Өзінен кішісін алсаң, шашыңның ағын жасырып бояп жүресің" дейді. Сөйтсе анам айтады: "Балам, әйелдің өзінен үлкенін алмай-ақ қой, кәрі сиырдың бұзауы кішкентай болады ғой" деп қояды жаңағы. Сосын енді сұрап жатырмын: "Әйелден қандайын алайын, ірісін алайын ба, кішкентайын алайын ба" деп. Әкем айтады: "Балам, әйелдің ірісін ал, қыста жылы, жазда көлеңке болады" деп қояды жаңағы. Сөйтіп айтып жатсам, анам айтады: "Ой балам, әйелдің ірісіне қызықпай-ақ қой, семіз тауық жұмыртқа таппайды" деп қояды жаңағы. Сөйтіп айтып жатсақ, әкем айтады: "Балам, әйелдің ірісін ал, ірі әйелдер, олар жуас болады, олар ұрысқақ болмайды, ал анау кішкентай шайнектер тез қайнайды" деп қояды жаңағы. Сөйтіп айтып жатсақ, анам айтады: "Ой балам, әйелдің ірісіне қызықпай-ақ қой, онсыз да кухнямыз тар" деп қояды жаңағы. Бүкіл проблема соған тіреліп тұрғандай. Сөйтсе әкем айтады: "Балам, ұлы сөзде ұяттық жоқ. Қазақта мақал бар: бір асасаң май аса, шылқылдасын аузыңда, әйел алсаң семіз ал, былқылдасын қойныңда" деп айтқан екен дейді. Сөйтіп айтып жатсақ, анам айтады: "Ой, әкең айтпайтын жоқ, әкеңе мән бермей-ақ қой, әйелдің ірісіне қызықпай-ақ қой, семіз қойдың ғұмыры қысқа болады ғой балам" деп қояды жаңағы. Сосын енді сұрап жатырмын: "Әйелді қандайын алайын, бойы биігін алайын ба, бой аласасын алайын ба" деп. Анам айтады: "Балам, өзінің бойы 1 метр, 1 кепка. Ертең өзің сияқты бой аласа келін әкелсең, сендерден туған немерелерді микроскоппен сеп жүреміз бе" деп қояды жаңағы. Сөйтсе әкем айтады: "Балам, бойы биік келінді ала бер, бойын жеткен жерден сүйіп жүре бересің ғой" деп қояды жаңағы. Сосын енді анам айтып жатыр: "Балам, келіні бойы биік болғаны ыңғайлы" дейді. О, бойының не қатысы бар десем, шаруаға ыңғайлы. Бойы ұзын келін рахат, шифонердің үстінде шаң болмайды деп қояды жаңағы. Сосын енді сұрап жатырмын: "Келіннің қандайын алайын, ағын алайын ба, қарасын алайын ба" деп. Анам айтады: "Балам, өзің ауылдан шыққан қара баласың. Келіннің хотя бы ағын ал, ертең тым болмаса, хотя бы немерелерді жеркенбей сүйін" деп қояды жаңағы. Сөйтсе әкем айтады: "Балам, махаббат оған қарамайды. Шынымен ғашық болсаң, қазанның түп күйесіндей қап-қара келіншекті спокойно ала бер, қара тауық та ақ жұмыртқа туады ғой" дейді жаңағы. Сосын енді ең соңында әкем айтып жатырмын: "Жақсы әйел жаман әйелді қалай ажыратады" деп. "Сұлуын алайын ба, ақылсызын алайын ба" деп. Әкем айтады: "Сұлуынан жылуы, сұлуына қызықпа" дейді. Қазақта мақал бар екен: "Атың шұбар болса, көзің тыныш, әйелің шұбар болса, көңілің тыныш" деп. Сөйтсе оны орыстар айтады екен: "Чем страшнее жена, тем на сердце спокойнее" деп жағы. Енді қызғанбайсың деген мағынада ғой. Сосын енді сұрап жатырмын: "Жақсы әйел жаман әйелді қалай ажыратады" деп. Әкем айтады: "Жақсы әйел ол жақсы ат сияқты" дейді. "Қамшымен бір тартқаным 1 жылға жетеді" деп қояды. Ал жаман әйел ше десем, жаман әйел ол жақсы мотоцикл сияқты дейді. Бір тепкеннен зәбәттеліп, оталып, ұрысып кете береді деп қояды жаңағы. Сосын ең соңында әкем айтып жатырмын: "Ғалымдардың айтуы бойынша, дәрігерлердің айтуы бойынша, өмір бойы үйленбей, сүр бойдақ өткен еркек қартайғанда жынданып өледі екен." Сол статистиканы әкем айтып едім, әкем ойланып тұрды да: "Рас балам, рас. Үйленген еркек жынданып үлгермей қалады ғой балам" деп қояды. Ең соңында әкем айтады: "Балам, есінде болсын" дейді. "Дінді қате таңдасаң, о дүниеде қиналасың. Әйелді қате таңдасаң, бұл дүниеде қиналасың" дейді. Ендеше Тимур мен Фариза ешқашан қиналмасын деп бір қошемет сыйлап қойшы. Тимур Фаризаға үйленсе бақтар иттеп, Тимурдың бұл таңдауын жақтар үй көп. Ал Тимуржан үйлендің, осымен бітті, қыздардың алдындағы авторитет деп. Тағы бір қошемет сыйлап қойшы.